Огонь! Дәл қазір менің артымда Байзақтағы төтенше жағдайлардың шығарылған оқ-дәрілерді жағу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мен қазір шамамен бір шақырым жерде жалпы тұрғындарға қауіпсіздік үшін алшақ жерлерде жүргізіліп жатыр жару жұмыстары. Және де айта кететін жайт қазір жарылып жатқан миналар терең қазылған пештерде орналасып жатыр, яғни әскери қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін. 28 жылғы әскери бөлімінің командирі подполковник Апсатай алдын ала бұқаралық ақпарат құралдарына және де интернет желісінен хабарлағандай 6 маусымнан бастап 25 қарашаға шейін осы жару алаңында Жамбыл облысының Байзақ ауданындағы жарылу жұмыстары жүргізіледі. Жарылу жұмыстары бүкіл жақын жатқан елді мекендер және тапсырманы орындап жатқан жеке құрамға қауіпсіздік ұйымдастырылып жойылып жатыр. Және де осы жару жұмыстары дүйсенбінің жұмаға дейін 9:00-ден 18:00-ге дейін әр күні өткізіледі.